Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Менің есімім Жансұлу Аманбайқызы. Мен ИРМ Шымкент клиникасында эмбриолог маманы қызметін атқарамын. Бүгін біз сіздермен эко бағдарламасындағы жасушаларды немесе эмбриондарды қатыру, мұздату және сақтау әдісі жайлы тақырып қозғайтын боламыз. Бұл әдіс криоконсервация немесе ерігеннен кейін биологиялық функцияларын толық қалпына келтіру мүмкіндігімен адам жасушаларын немесе эмбриондарын мұздату және сақтау әдісі болып табылады. Эко бағдарламасында жатыр қуысына бір немесе екі эмбрион енгізуге рұқсат етілген, ал қалған жағдайларда пайдаланылмаған эмбриондарды немесе толықтай крио мұздату жүйесіне жіберілген протоколдарды біз мұздату әдісімен ұзақ мерзімді сақтауға жібере аламыз. Бұл әдісті қолдану ерлі-зайыптылардың алдын ала келісіммен жүзеге асырылады. ИРМ клиникасында заманауи технологиялардың ең соңғы методикасы және қауіпсіз методикасы витрификация әдісі қолданылады. Витрификация әдісі бұл өте ультра жылдам мұздату немесе төмен температура әсерінен жасушалардың құрамына зақым келтірмейтін әдіс болып табылады. Мұздату әдісінен кейін туылған балалардың дені сау және табиғи жолмен туылған балалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Біздің эмбриологиялық зертханаларда Жапон елінен әкелген витрификациялық набор немесе сұйықтықтардың көмегімен мұздату әдісін жүзеге асыра аламыз. Мұздату әдісіне келетін болсақ, арнайы криосоломиналарды алдын ала дайындаймыз. Бұл криосоломиналарға пациент жайлы толық ақпаратты енгіземіз. Іріктеліп алынған эмбрионды алдын ала дайындалған шыны ыдысымыздағы номері 1 сұйықтыққа 12-15 минут аралығында орналастырамыз. Және бұл уақыт өтісімен біз эмбрионды алып, шыны ыдысындағы номері 2 және номері 3 сұйықтықта 1 минут көлемінде жуып, эмбрионды криосоломинаның арнайы белгіленген қуысына эмбрионды орналастырып, жылдам түрде азотқа енгіземіз және азоттың ішінде соломинаның қорғаныс қабатын жауып, ұзақ мерзімді сақтауға жібере аламыз.